Бір ел бір кітап республикалық акциясы оқырмандар арасында өз орнын тауып келеді. Аталмыш жоба қазақ әдебиетінің қазыналы туындыларын насихаттау, оқу мәдениетін қолдау және дамыту, жастарды рухани және патриоттық тәрбиеге баулуға бағытталған. 2021 жылдың жыл кітаптарын таңдау бойынша бұл жолы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай жалпы халықтық оқуға тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап рухани мәдени акциясын ұсынып отыр. Осы акция аясында Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана филиалы өз оқырмандарына тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап атты тұрақты көрмесін ұсынады. Құрметті оқырмандар, кітапхана төріндегі бір ел бір кітап акциясы аясында ұйымдастырылған тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап атты тұрақты көрмемізді ұсынамыз. 2021 жылы таңдалынып алынған 5 жанрдағы ең үздік 30 кітап көрме сөрелерінен оқи аласыздар. Көрме 5 жанр бойынша 5 бөлімнен тұрады. Поэзия, проза, драматургия, балалар әдебиеті және аударма. Осы үздік 30 кітаптың ішінен бүгін біз поэзия жанры бойынша қойылған кітаптарға шолу жасаймыз. Поэзия меніменен егізбедің, сен мені сезесің бе негездедің деп ақиқ ақын Мұқағали Мақатаев жырлағандай поэзия жанрындағы мынадай әдебиеттерді оқи аласыздар. Өз әуенімен қазақ поэзиясына орын қалдырған қазақ поэзиясының хан тәңірі Мұқағали Мақатаевтың 2015 жылы Алматы қаласы Қазақпарат баспасынан шыққан 232 беттен тұратын өмір дастан таңдамалы өлеңдер мен поэмалары таңдалды. Өмір дастан атты бұл кітапқа ақынның өлеңдері мен поэмалары ең тәуірі іріктелініп алынды. Көпшіліктің сұрауы бойынша өмір дастан оқырмандарына еш өзгеріссіз қайта ұсынылып отыр. Қайталанбас дарадарын әнұран авторларының бірі талантты тұлға Жұмекен Нәжімеденовтің 2008 жылы Алматы қаласы Атамұра баспасынан шыққан «Менің Қазақстаным» атты кітабы үздік кітаптар қатарында. Кітапта «Менің Қазақстан» әні мен оның сөзінің авторы ақын Жұмекен Нәжімеденовтің тағдыры зерттелген. 2010 жылы «Менің Қазақстаным» атты өлеңдер мен дастандар жинағы үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығын иеленді. Қазақтың көрнекті ақыны Ұлықбек Есдәулеттің 2014 жылы Алматы қаласы Қазығұрт баспасынан 384 беттен тұратын 3 томдық шығармалар жинағының 2-ші томы «Кез кітап, топтамалар, мистикалық жырлар» енді. Кітапта ел мен жер, заман мен қоғам, табиғат пен махаббат, лирикалық, әлеуметтік және философиялық жыр толғамдары топтастырылған. Ақынның бұл кез кітап туындысы үшін 2002 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағы берілді. Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Қазақстан Республикалық еңбек сіңірген қайраткер Серік Ақсұңқарұлының 2019 жылы Алматы Атамұра баспасынан 368 бетпен шыққан «Көкейімде күлтегіннің жазуы» атты кітабы үздік кітаптар қатарына енді. Кітапта соңғы жылғы шығармалары шоғырланады. Көпшілік қауымға арналған. Серпер жастар сыйлығының иегері жас ақын Тоқтарәлі Таңжарықтың 2008 жылы Алматы қаласы Жалын баспасынан 64 бетпен шыққан «Түн парақтар» атты өлеңдер жинағы енді. Ақынның алғашқы жырлары өлім мен өмір, ақ пен қара арпалысындағы сезімнің күңгірт бояулары, шарпысқан жүректен шымырлай туған өлеңдері еніп отыр. Мемлекеттік сыйлықтан үміткерлердің бірі ақын Бақытжан Қанапияновтың 2018 жылы Алматы қаласы Жібек жолы баспасынан 264 беттен шыққан «Достояние души» жан дүние кітабы да үздік кітаптар қатарына енді. Кітапта ғасырлар салған жол, таулы аймақ, тұрмыстағы түркілік әуен араларындағы өзара байланыс пен түсіністікті арқау еткен жырлары біріктірілген. Кітапта ақынның жан дүниесіндегі терең тебіреніс, толқу мен толғанысын байқауға болады. Құрметті оқырмандар, тамаша үздік туындыларды бірге оқиық.
өлкеміздің ақыны Серік Ақсұңқарұлының рух өлеңін қабыл алыңыздар. Жаным менің жанымды түсінермем, түнде ұйықтап жатсам да түсіме енген. Өлең деген рухты іздеп өттім, өмір деген кітаптың ішінен мен. Күңіреніп, үмітпен, күдікпенен, тек сол үшін ғана өмір сүріп келем. Өлең деген жоқ мына дүниеде, құбылыс бар, құдіретті рух деген. Қанша іздеп, сарсылып таба алмадым, қанша мәрте қараңғап қар орманым, қасиетті қара өлең көзден ұшып, қара сөзге сүрініп, арандандым. Хан кенеге ілесіп қия шалдым, қарлығашпен бірге ұшып ұя салдым. Ұлттық рух жыр екен уыстап, ақ барақтың бетіне қия салдым. Күңіреніп, үмітпен, күдікпенен, тек сол үшін ғана өмір сүріп келем. Өлең деген жоқ мына дүниеде, құбылыс бар, құдіретті рух деген. Мұқағали Мақатаев, ей өмірім. Дүниенің ағында, қарасында, мұңқ етпейсің, қабылда баласында. Қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім, зымырап барасың ба? Жер мен көктің желпініп арасында, желігесің, түсесің қарасуға. Құйын қуған қаңбақтай аласұра, ей өмірім, зымырап барасың ба? Мен отырмын теңіздің жағасында, бересім де жоқ оған аласың да. Мені тастап толқындар ағасың ба, толқындан өмірім, барасың ба? Шаң шығарып ізімен құйындаған, барасың ба өмірім қиындаған? Сыйын маған, ей өмір, сыйын маған, сыйындалам мен сен.